Бісміллә. Берік, айнаның бетін неге жауып жатырсың? Осы Трансильвания жұртында ғой деймін. Кісі қайтқан үйде айнаның бетін жауып қоятын айнаның беті жабылу болады, себебі марқұмның елесі көріну мүмкін деген ырым болыпты. Әсем келесі сюжетімізді кеңес уағында осы айна секілді жабық болған тарихи тұлғамызға арнасақ. Мен түсінбеген тарих пен айнаның бір-біріне қандай қатысы бар? Енді адам айнаға үңілсе өзін көреді ғой, ал тарихтың айнасына қараса кеше кім болғанын біледі. Кеңес одағы біздің тарихты мынау айна секілді бүркеп қойды. Кешегі хан сұлтандарының елесін көріп жүр деп, ұлы империяның мұрагер екенін түсініп қоймасын деген секем болды. Сол үшін Бекмахановты жабық айнаның шетінен сығалаған үшін 25 жылға соттап жіберді. Ол соңғы ханымыз Кенесарының соғыс жорығын зерттеген еді. Жабық тақырып болғаны үшін Кенесары жайлы көп деректі әлі күнге білмейміз. Мысалға, Жюль Верн деген атақты жазушы қазақтың соңғы ханы жайлы фантастикалық роман жазған. Біз Кенесарыны бұлғақ жасаушы, көтерілісші деп оқып келдік, ал еуропалықтар ол кісіні Ресейді 10 жыл соғыс жағдайында ұстаған дала қаһарманы деп таныған екен. Бүгінгі ұрпақ біз кешегі өткен тұлғамыз хақында тағы нені білуіміз тиіс. Шыңғыс хан салып кеткен сара жолмен ұлы далада ұран салған қазақ ордасының соңғы ханы туралы біраз жайды тілшіміз Нұрбек Бекбауов баяндасын. Кенесары жорығының ізімен осындай атпен бір топ тарихшы Сарыарқа төріндегі мекендерге экспедиция ұйымдастырды. Неліктен орталық өңір таңдалып отыр? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын тарих аренасына Кенесары көтерілер шаққа ойша сапарлап көріңізші. Не көресіз? Солтүстіктен Ресей империясы даламызға денде еніп, Қостанай, Ақмола, Кереку, Қызылжар секілді жерімізді тартып алып жатты. Ал оңтүстіктен қоқандықтар шауып, Шымкент, Әулиеата, Ақмешіт, Алматы шаһарларын иемденді. Екі ортада бір сызық боп арқа ғана қалды. Қазақтың өмірлік аумағы сол кезде осыншама тарылып кетіп еді. Енді осы өмір сызығында үзбек болғанда қазақ соңғы рет тұяқ серпілді. Серпілген тұяқтың ұшқыны Кенесары. Дәл осы кезде елдің намысын қорғау үшін осы мемлекетіміздің жоғын жоқтап жүрген Кенесары хан. Осы отарлануға қарсы ең бірінші оның күресі ол тек қана өзінің найзасымен шыққан жоқ, ол хандығын жариялады, ол мемлекетін жариялады. Кенесары әуелі Ресей патшасына ресми түрде хат жазды. Абылай атамызбен жасасқан келісімдерің бар еді. Жеріңді алмаймын, салық салмаймын деген. Бүгін сол келісімді бұзып отырсыңдар. Бейбіт ғұмыр сүруді ойласаң, даламыздағы заңсыз бекіністерді бұз деді. Хан гене осындай ультиматум қойды. Алайда талабы орындалмады. Не керек? Соғыс басталды. Кенесары Қасымұлының қозғалысы бұл көтеріліс емес. Бұл тәуелсіздікті сақтау, мемлекетті сақтау үшін болған үлкен соғыс. Неге десеңіз? Көтеріліс дегеніміз мемлекет азаматтарының тәртіпсіздікке баруы, бұлғақ жасауы. Ал Кенесары Ресейдің азаматы ме еді? Жоқ. Сосын Кенесарының хан мәртебесі болды ол кезде. Яки белгілі бір елдің басшысы еді. Бірінші мемлекеттің екінші мемлекетке көтеріліс жасалған естіген емеспін. Керек болатын болса, Африкада бір заманда ағылшындар зұлыстар жаулап алды ғой. Сонда жаңағы сол зұлыстар өзінің ең ішінде өзін азат етуге қарсы шыққан кезде оны тарихта ағылшын зұлыс соғыс деп айтады. Солай ғой, зұлыстарды ағылшын көтеріліс деп айтпайды. Көтерілістің ұзақ жылдық стратегиялық мақсаты болмайды. Исатай мен Махамбеттің бұлғағын алайық. Жәңгірді жерге қаратқан соң ары қарай нені мұрат тұтты? Ал Кенесарының нақты миссиясы болды. Бізде шын мәнінде көтерілістер болғанда көбінесе бұл аймақтық, былайша айтқанда рулық көтерілістер. Рулық дегенде белгілі бір елдің аман алып, бір өңірдің амандығын алып қалу. Бірақ Кенесарылардың олардың бәрінің де ерекшелігі бір ұлттық майдан құрды. Кенесары қазақтың бір сызық болып қалған өмірлік кеңістігін ұлғайта бастады. Ең әуелі арқада қалқиып тұрған Айдаһардың тісіндей тізбектелген орыстың бекіністерін шапты. Оңтүстікте Қоқанның қорғандарын қиратты. Біздің экспедиция Кенесары жасағының ең алғашқы трофейі Ақтау бекінісінің орнына барды. 1838 жылы Кенесары хан орыстың осы бір үлкен бекінісін басып алып, қиратып тастайды. Арада 180 жыл өтіпті. Қараңызшы, сол 180 жыл өткеннің өзінде қамалдың дуалдарының биіктігі 4 метрден асып жатыр. Ал Кенесарының тұсында бұл бекіністің биіктігі, алыптығы қандай болды десеңші, елестетудің өзі қиын.
Негізі қамал шабу оңай шаруа емес. Еуропаны дірілдеткен неміс швед армиясының өзі орыстың осындай бекіністерін ала алмай талай сағы сынған. Айналасы ор, биік қабырғалы болып келеді бұл бәлекеттер. Тіке шапсаң босқа қырыласың. Ал қазақтар бұл қамалды қалай қиратты? Бекіністі алу үшін әрине Кенесары әжептәуір уақыт дайындалды. Мынау алдымызда тұрған Ақтау тауларының ар жағында Қорған деген тау бар. Сол Қорған деген тауда өзінің сарбаздарын бірнеше мәрте жаттықтырып, осы сияқты қамалды айналдыра бірнеше мәрте, яғни жаттықтыру жұмыстарын. Сонда қамалдың макеті сияқты сондай макет болғанда, соған үнемі, яғни жорық жасап, соған дайындаған болатын. Бұдан Кенесарының көзсіз ерлікке бармай, әскер шығындамай, жинақы соғысқан стратегия екенін аңғару қиын емес. Бұл бекіністің қандай алапат үлкен екендігін көріп отырмыз. Шамамен 4 шақырымдай болады, 800 солдат болған екен. Ал осындай бекіністің мынау қазіргі қирап қалған қирандысының өзі біздің жүрегімізді шайлықтырып отыр. Сол кезде жалаң қылышпен, найзамен қаруланған қазақ сарбаздары мұндай сол заманның озық үлгідегі әскери бекінісін басып алуы бұл ерлікке пара-пар нәрсе емес пе? Қамал шабудың әдіс айласын мықтап меңгерген Кенесары сарбаздары осыдан кейін Ақмола бекінісін қоршап өртеп жіберді. Кенесары хан қазақтың даласындағы шеп қамалды қирата жүріп, Ресейдің шекарасына дейін барды. Барып жаңағы бекіністің аймақтарын енді шапты сол жердегі. Екатеринская станица деген станица болатын, жаңа құрып жатқан үлкен станица болатын, соны өртеп жіберді. Тағыдан атаман станицасына шапты. Ресей империясы Кенесары ханның көтерілісін жанши алмай, әл-дәрмені құрды. Тарихшылар айтып отыр, хан кенемен соғысқа көршел өзінің ішкі жалпы өнімінің 19%-ны сарп етіпті. Алайда, жарты әлемді алып жатқан зор империя Кенесары салған жараны жалап қойып алға жылжи берді. Соңғы ханды жалмамай тыншымайтын рай танытып, сұлтан басына 3000 рубль тікті. Орыс империясымен тайталасу хан кенеге ауыр тиді. Шегіне Алатаудың баурайына жетті. Осы арада өзі жеңіліп жатып, бөтен ел қырғызға баса көктеп кірді дейтін түсінік бар көпшілікте. Жоқ, қырғыз бөтен ел емес еді. Қасым ханның заманынан бері қазаққа қараған. Хақназардың дәуірінде бұл жұрт ұлы жүздің құрамында болған. Абылайдың тұсында да солай еді. Сондықтан да Кенесары қырғыз жеріне бару ол бір бөтен жерге бару емес, бөтен елге бару емес, кәдімгі өзінің қазақтың құрамында болған елдің шекарасына баруы болды. Сосын қырғыздың билері алғаш Кенесары келген уақытында кәдімгідей үлкен жолбарыс терісін жапқан, үлкен бір сәйгүлік аттық Кенесарға сыйлап, үлкен мәселелер сізбен талқылап отырамыз деп Кенесарыға осылай уәде берген болатын. Бірақ Кенесарының соңынан Вишневскийдің әскері келді. Бұл жағынан қоқандықтар болды. Сөйтіп жаңа Вишневский неше түрлі жаңа орден, медаль, қару-жарақты таратып, ұлы жүздің билеріне, қырғыздың жаңа басшыларына таратып, олардың бетін өздеріне қарай қаратып алды. Кенесарының 10 жылдық соғысы қазаққа не берді? Мұндай майданда шығын мол болады, бірақ бергені яки зияны материалдық шығынмен өлшенбеу керек. Ол ешбір ақшаға сатып ала алмайтын күрескерлік рухты мұра етті бізге. Сол заманда саны бізбен қарайлас, якут, бурят жұрты қарсыласпаудың салдарынан жұтылды, тозды. Осындай зобалаңнан ұлтты құтқарған ханымызды, бірақ біз ажалдан құтқара алмадық. Мен ойлаймын, соның әрқашанда біздің оның алдында өзіміз парызымызда, қарызымызда бар. Кезінде қолдамай, ол жалғыздықта қалып қаза болды да, соны біз арымыз, соның алдындағы әруағын алдындағы бір қарызымызды сезініп, іздеп жүрген сияқтымыз басымызды. Кәрі тарих білет, бізде талай, бай, манап, ақын жазушы да, ғалым мен әнші де өтті. Алайда ұлттық мүддені темірқазық ете алмағандардың бәрі ұлт жадынан ұмытылды. Олардың өмірі де, өлімі де зая кетті. Демек, азамат үшін түпкі мақсат туған халқының намысын қуу. Кенесары бізге осыны үлгі етіп кетті. Басқаның бәрі баянсыз. Нұрбек Бекбол, Айтжан Отызбаев, басты бағдарлама.